Саламатсыздар ма оқушылар? Балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. У нас сегодня урок 35-й. Мой веселый звонкий мяч. Балалар, мына жерде бізде бірінші жаттығуда өлең берілген. Соны оқимыз. Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? Красный, синий, голубой, не угнаться за тобой. Я тебя ладонью хлопал. Ты скакал и громко топал. Ты 15 раз подряд прыгал в угол и назад. А потом ты покатился и назад не воротился. Покатился в огород, докатился до ворот. Балалар, осы өлеңнен бізге глаголы прошедшего времениді тауып, астын сызып қойыңдар деген екен. Мен астын сызып шығайын. Я тебя ладонью хлопал, скакал, топал, прыгал, покатился, воротился, покатился и докатился. Міне, сосын мына жерде помчался деген осы сөздер глаголдар, яғни етістіктер. Және бұл глаголы прошедшего времени, яғни өткен шақтағы етістіктер. Яғни ол секірді, жүгірді, домалап кетті деген, яғни болып кеткен оқиғаларды көрсетіп тұрған глаголдар. Ары қарай. Упражнение 2. Узнай больше. Мына жер балалар бізге доппен ойнайтын ойындардың аты жөні жазылған екен. Мына үлгіге қарап, қандай ойындарды сен білесің, сол ойындарды жазу керек. Міне. Не знакомо. Маған бұл ойын түрі мүлдем бейтаныс дейді. Яғни маған да осы пушбол деген ойынды білмеймін. Және мотобол деген ойынды да мен білмейді екенмін. Содан кейін ары қарай. Мне не знакомо. Маған таныс емес. Игра в водное поло. Түсіндік па, балалар? Енді ары қарай кеттік. Балалар, енді үшінші жаттығу берілген. Балалар, бірінші суретке назар аударайық. Бұл жерде Санат пен Робиктің до ойнатқан суреттері берілген. Бірақ әртүрлі іс-қимыл жасап жатыр. Осылардың барлығын біз сөйлем ретінде құрап, бірақ осы шақта қолданылатын етістіктерді пайдалануымыз қажет. Яғни Робик бросает мяч. Робик допты лақтырып жатыр. Ары қарай. Санат ловит мяч. Робик пинает мяч. Және Санат катает мяч деп жазып шықтым. Енді балалар, бұлардың барлығы здесь используются глаголы настоящего времени.
яғни осы шақта қолданылатын етістіктер құралып тұр. Ал енді балалар, келесі суретті қарайықшы. Бұл болашақта. Яғни здесь мы должны применять глаголы будущего времени. Болашақта істелінетін іс-қимылдарды білдіретін глаголдарды, яғни етістіктерді қолдануымыз керек. Я буду бросать мяч. Я не буду ловить мяч. Я буду пинать мяч. Я не буду катать мяч. Балалар, бұлар, мына суретте бізде я буду, я не буду, мен істеймін, немесе мен істемеймін. Яғни болашақтағы болашақ шақ, яғни келер шақтың қолданылатын етістіктері. Глаголы будущего времени қолданылады. Ал на бірінші суретте здесь используются глаголы прошедшего времени. Өткен шақтың етістіктері қолданылып тұр. Разницаны түсіндік пе, балалар? Ары қарай кеттік. Ал енді балалар, келесі жаттығу, 4-ші жаттығу. Балалар, ең алдымен ереже, өте маңызды ережені сіздерге айтқым келіп тұр. Имя существительное изменяется по родам. Мужской род, женский род и средний род. Балалар, біздің зат есім орыс тілінде 3 парадам, яғни 3 родқа бөлінеді. Род деп айтайын енді. Мужской род, женский род, средний род. Яғни, мен сіздерге осы уақытқа дейін айттым, я? Мужской родқа біз зат есімдердің соңында дауыссыз әріптер кездескен зат есімдерді біз мужской родқа қалдырамыз. Ал мына жердегі папа сөзі, енді ол папаның өзі ер адам ғой, сондықтан ол мужской родқа жүріп тұр. Ал женский родқа сөздердің, зат есімдегі сөздердің соңғы әрпі а, я әріптеріне бітсе, ол женский родтың сөздері болып есептеледі. Ал средний родқа е, о мен біткен сөздер средний родтың сөздері болып есептеледі. Енді балалар, мына жерде бізде сөйлемдер берілген екен, соны құрап жазуымыз қажет. Мен балалар жазым келіп тұрған жоқ, бірақ стрелкамен көрсетемін. Я могу жужжать как жук деп жазасыз. Келесі сөйлем. Я могу ползти как змея деп жазасыз. Я могу бегать как собака. Я могу прыгать как заяц деп сөйлем ретінде жазып шығасыздар. Мен сіздерге бір ғана мысалын келтіріп кетейін. Я могу бегать как собака деп бір ғана сөйлемді ғана жаздым. Қалғандарын өзіңіз жазып шығасыздар. Ал енді келесі жаттығуға өтеміз. Енді балалар, 5-ші жаттығу. Балалар, мен жаңа айтып кеткен ереже бар. Сол ережені пайдалана отырып, осы жаттығуды жасауымыз қажет. Мына жерде бізде сөздер берілген: жук, собака, змея, заяц, мяч, небо деп. Енді балалар, біз 3 столбик бөлуіміз керек. Яғни, бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик. Бірінші, екінші, үшінші. Енді мына жерге мен жазып қояйын. Мужской родқа келетін сөздер жазамыз. Екінші столбикке женский родтың сөздерін жазамыз. Ал үшінші столбикке средний родқа жататын сөздерді жазып шығамыз. Балалар, жук қандай родқа жатады? Мен жаңа айтып кеттім. Егер зат есімнің соңғы әрпі дауыссыз әріппен аяқталса, ол мужской род болады. Яғни жук ол мужской род. Собака а әрпімен аяқталып тұр. Сондықтан ол собака женский род болып
есептеледі. Змея. Мен балалар және есіңізде болса, женский родқа а және я әріптерімен аяқталса, сөздің соңғы әрпі, ол женский родқа жатады деген едім. Заяц. Соңғы әрпі қандай? Ц. Дауыссыз. Сондықтан заяц ол мужской родқа жатады. Мяч. Болды. Мужской родқа жатады. Небо. Балалар, мен бағана айттым. О және е әріптермен аяқталған зат есімдер ол средний родқа жатады деген едім. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз, балалар. Түсінсеңіздер, түсіндім деп, маған комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.